Не үшін біз ата текпен жұмыс жасауымыз керек? Ата тек деген сөзді бұған дейін де естіген шығарсыздар. Тегі, текті, тегі қай жердікі, қай жердің қызы, қай жердің баласы, тегі кім, яғни шыққан тамыры кім деген сөздерді естіген шығарсыздар. Әлбетте, біз қазақ болғаннан кейін. Енді, дүние жүзінде үш ел ғана өзінің ата тегімен байланысты. Дүние жүзінде үш елдің ғана қаны, ДНК-сы тап-таза. Және дүние жүзі бойынша осы үш елдің ғана білім қабылдау санасы өте терең. Маған планшет керек болып тұр. Қай ел десеңіздер, дүние жүзі бойынша? Бірінші қазақ елі, екінші Жапон, үшінші Моңғолия, моңғолдар. Осы үш ел дүние жүзі бойынша өте текті болып есептелінеді ғалымдар зерттеу бойынша. Енді неге жапондар, неге моңғолдар? Оларда өздерінің бәленбай ғасырлық өздеріне дейінгі тектерін, яғни ата тектерін тағзым етіп, риза болып, соларменен естиді, үнемі байланыста, оларға ритуалдар бар енді өздеріне тән. Біздің қазақтың ритуалы, біз қайтыс болған ата тегімізге біз 150 жылдық, 200 жылдық мерейтой өткіземіз, еске аламыз, құран бағыштаймыз, шелпек пісіреміз, олардың біліп білмей істеген күнәлары үшін кешірім сұраймыз, ерікті еріксіз істеген іс-әрекеттері үшін Алладан кешірім сұрап, жандары жәннатта болсын, ең жоғарғы реинкарнацияға көтерілсін деп біз үнемі не істеп отырамыз, еске алып отырамыз. Әлем бойынша үш осы ел ғана өзінің ата тегімен байланысты. Яғни жоқ адамдармен байланысты. Сондықтан да бұл үш елдің рухы мықты. Және осы үш елдің қаны таза. Моңғолия 7 емес, 5 атаға дейін қыз алыспайды. Жапон халқы 4 атаға дейін қыз алыспайды. Қазақ халқы 7 атаға дейін қыз алыспайды. Кет. Енді адамда ДНК деген дүние бар. Бұл ДНК-ның тазалығы, қалай жүреді? Бұлай ма, қалай істеймін, бұлай. Анау адамда ДНК. Бұлай. Адамда ДНК. Клетканың ішінде ДНК. Осы ДНК-ның өзінің жұмысы бар. Завод секілді. Керек ақпаратты алады, керек емес ақпаратты шығарып отырады. Осы әр адам, ДНК дегеніміз қан ғой қазақша, қыздар. Қазақша айтыңызшы деген қыздар, қазақша қан, кәдімгі адамның қаны. Бір клетканың ішінде бізде 33 триллион клетка болатын болса, соның 300 мың триллион клетка болатын болса, соның бір клетканың ішіндегі өзінің ДНК-ның жұмысы мынадай. Сіздер ұйықтасаңыздар да, демалып жатсаңыздар да, жұмыс істеп жатсаңыздар да, ол да тура осы қозғалыста болады. Керегін алады, керегінесін шығарады. Адам не айтады? Бекітеді. Не ойлайды? Бекітеді. Не сөйлейді? Бекітеді. Қанның тазалығы, ішкен жегеннің барлығын осы бекітіп отырады. Сол үшін де бізде қазақта айтады. Қанды бұзба, қаның бұзылған. Сондай сөз бар ғой, жаман сөз. Бұның қаны бұзылған бұның деп. Қан қай уақытта бұзылады? Қан қай кезде бұзылады? Қан бұзылады адам жаман ойға кеткенде. Адам позитивті емес, негативті ойлағанда. Адам көре алмаушылық бойында болғанда. Адамның бойында үнемі 24/7 мазасыздық болғанда. Адам қызғаныш болғанда, қорқыныш болғанда. Адамның қаны бұзылады.
Қаны бұзылу деген сөз не? Мынау қанның структурасы, ДНК-ның структурасы. Просто ішіне жазған программалар, мазасыз программалар, қорқыныш программалар, уайым программаларды жазып алады. Сол үшін біз жұмыс жасаймыз адамдармен. Мазасызданба, уайымдама, қорықпа, күдіктенбе, күмәнданба, өкіне берме деп біз адамдармен сол үшін жұмыс жасаймыз, психотерапевттер. Енді ДНК-ға келейік. Не үшін біз ата тегімізді тануымыз керек? Бізге ол не береді? Біз тек қана біз өзімізден тұрмаймыз. Біз анамыздың жатырында 9 ай 9 күн дамып шыққан кезде біз ата тектен не алдық? Поколение келген ДНК-ны алдық. Анадан 70%, әкеден 30% біз не аламыз? ДНК, олардың қандай программалар бар, сол программаны біз жұтамыз. Мысалы, мамаңызда уайым болса, сіз сол уайым, сіз жұтасыз. Папаңызда ақшаға деген көзқарас, ақша дұрыс емес, ақша ол жамандық, байлар сондай, байлар мынандай деген программа болса, ол сізге автоматын барады. Өйткені сіз не істейсіз? Анаңыздан 70%, әкеңізден 30%, кешірім қойыңыздар, кешірім сұрайын. Наоборот, әкеңізден 70%, анаңыздан 30% ДНК-ны өзіңізге аласыз. Сол үшін де біз енді есейген, біз есейіп, балалық шақ емес, жасөспірім шақ емес, ересек, біз соны түсініп, мен әкем жақтан келген, анам жақтан келген программаны мен өзгерткім келеді. Ол көзқарас олардың көзқарасы. Мен көзқарасымды өзгерткім келеді. Әлем әділетті, әлемде бәрі жақсы деген секілді біз не істейміз? Программаға ауыстырамыз. Я, мен оларды құрметтеймін, олардың көзқарасымен оларға ештеңе айта алмаймын. Бірақ мен ол кісілердің программасымен әрі қарай поколение, менің балаларым жүріп кете бермесе екен, болды, тоқтатқым келеді, үзгім келеді. Мен осы жерден бастап өзімнің көзқарасымды, наным сенімімді, қабылдауымды өзгерткім келеді. Мысалы, сіздің анаңыз не әкеңіз қандай да бір жалпы адамдарға деген оңбаған, надан, топас деген сондай жаман сөздер айтып, ұнатпау, жек көру, қызғану сезімдер болған шығар. Ол автоматом сізде де бар. Егер де сіз, мен де мамам секілді адамдарды ұнатқым келмейді, мен де әкем секілді қабылдағым келмейді, мойындағым келмейді, мен де жалқау болғым келеді, мен де сондай болғым келеді десеңіз, онда сіз сол программамен қаласыз. Мен ересекпін, мен жеке тұлға болып туылғаннан кейін, мен ДНК, менде әкем анамнан бар, мойындаймын, қабылдаймын, бірақ мен өзгерткім келеді. Қандайға? Яғни мен өзгерткім келеді. Менен кейінгі балаларыма не істемес үшін, поколение өтіп кетпес үшін. Енді мен айтамын, мен туып алдым ғой балаларымды. Жасым 60-қа келді ғой. Туып алдым ғой балаларымды. Ол өсіп кетті ғой балалар. Қалай менің поколение беріледі? Сіз ДНК-ңыз өзгерткенде автоматом сіздегі жыбырлап тұрған ДНК внутри не береді? Энергия береді, вибрация береді. Сол берілген вибрация балаңызды да өзгертеді. Сіз ойламаңыз, мен жасым 60-қа келді, балаларым туып алдым, олар уже қатын бала шағалы болып алды ғой деп. Қатын бала шағалы болып алды. Бірақ 60-қа келсеңіз де ДНК-мды өзгертемін десеңіз, көзқарасыңызды, автоматом балаларыңыздың көзқарасы өзгереді. Өйткені сізде көрінбейтін кіндік, мындай не бар? Узел дейді ғой, мындай көрінбейтін кіндік бар, балаңызға байланып тұрған. Сол арқылы біз көзбен көре алмаймыз. Мысалы, реніш бар, біз бірақ көре алмаймыз, ұстай алмаймыз. Но оно существует. Өкпе бар, но оно есть, но оно существует, біз ұстай алмаймыз. Қорқыныш бар, қорқынышты ұстай алмаймыз, но оно работает. Wi-Fi бар, она работает, но біз ұстай алмаймыз. Ауа бар, ұстай алмаймыз, но оно работает. Тура сол секілді көзге көрінбейтін кіндіктен жалғанып тұрған баламызға не бар? Энергия баратын, бізден энергия. Мысалы, сіз бір қаладасыз, балаңыз басқа қалада, бірақ сіз ауырасыз, мазасызданасыз, уайымдайсыз. Балаңыз айтады, мама, сізде бәрі жақсы ма? Сіз уайымдап жүрген жоқсыз ба? Сізде бәрі жақсы ма? Бала қайдан сезіп тұр? Бала қайдан біліп тұр соны? Өйткені сізге кіндік арқылы не барады? Энергия барады. Сол үшін сіз өзгерген кезде автоматом балаңыз да өзгереді. Енді мен бұнымен әкем деген анадан келетін программалар жаман деп айтқым келмейді деген сөз емес. Өте тамаша, өте керемет. Бірақ ол кісілер де адам ғой, олардың да ақ қара жағы бар.
мүмкін біз білмейміз ғой, мүмкін ол кісілер қара жағын көп, жаңағы нәпсі жағын көбірек азықтандырған шығар. Мүмкін әкеміз нәпсі жағын көбірек азықтандырған шығар. Ол автоматом сізге барады ғой, барады. Енді сіз түсініп тұрсыз, ол кісілерді біз ақтаймыз. Қалай ақтаймыз? Өйткені ол кісілердің заманында психологтар болған жоқ. Ол кісілердің заманында оқытушы, ұстаздар, рухани ұстаздар, регрессолог деген дүние болған жоқ. Сол себептен олар өз әке шешелері қандай программа жіберді, сол программамен өстіп өнді. Олар да болған жоқ. Олар выживаниемен өмір сүрді. Мына балама қалай киім тауып беремін, қалай нан тауып беремін, мен қалай қайткенде мен мына баланы өлтіріп алмай аман есен алып шығамын деген сондай заманнан өтті. Біз қатты қадірлейміз, қатты жақсы көреміз, қатты мойындаймыз, келісеміз. Бірақ біздің 21-ші, мына біздің поколениенің уақыты ақпарат заманы, яғни біздің уақыт ақпараттар вай-файдың, интернеттің заманы болғаннан кейін көзіміз не үшін берілді, көкірек мына ауызы не үшін берді, біз не істейміз? Папаларымыз солай болған ғой, біз де енді қабылдамаймыз, отырамыз демейміз. Біздің заман басқа ғой, біз енді мынаны алайық деп кетеміз. Ол кісілердің ішінде де совет үкіметінде өмір сүрген 70-тегі 60-тағы кісілерде де бар, өзімен жұмыс жасап жатқан кісілер бар. Өйткені мен терапиядан білемін, маған сондай үлкен кісілер келеді. Біздің заманымызда мынандай болды, мен қазір өзгергім келеді деген кісілер бар. Кеш емес, өзгеру керек. Енді тектілікті не үшін білуіміз керек? Мынандай сөзді естіген шығарсыздар: ата-анаңды қабылда, ата-анаңды ақта, ата-анаңды кешір, ата-анаңнан кешірім сұра деген сөз естіген шығарсыздар. Қане жазыңыздар маған, естісеңіздер. Және де кейбір кісілер бүйтіп былай айтады: не деген сөз анау? Ата-анаңды қабылда деген. Кімсің сен ата-анаңды қабылдайтын? Сен кімсің сен ата-анаңды осуждать ететін? Сен кімсің сен ата-анаңды жаңағы кешіретін? Кім оны айтып жүрген оттаған әңгімелер дейді. Шын мәнінде мынандай құпия бар, осы құпияны мен сіздерге ашамын. Бері қараңыздар. Ақтап ал, анау деп енді қараңыздар. Мынау сіз, жүрекше баспасаңыздар айтпаймын. Мынау сіз. Сіздің әкеңіз бар, сол жақта тұрған. Анаңыз бар, оң жақта тұрған. Мен даусым жақсы естіліп тұр ма? Сіздің әкеңіз бен анаңыз бар. Сіз мына кісілерді ақтамайсыз. Мынау сіз. Әркім өзін ғана ойласын. Сіздің бауырыңыз өзін ойласын. Сіздің тәтеңіз ол өзін ойласын. Сіз осы жерде отырсыз, болды, өзіңізді ғана ойлаңыз. Өйткені ертең сіз тәтеңізбен, әпкеңізбен, ағаңызбен жерге көмілмейсіз, өзіңіз ғана көмілесіз. Жалғыз келдіңіз, жалғыз кетесіз. Бұл сіз. Сіздің әкеңіз бар, анаңыз бар. Әкеңіздің өз әке шешелері бар, яғни сіздің өз әже, өз атаңыз бар. Және анаңыздың әке шешесі бар. Аспаннан салып түскен жоқ қой, ол екі жаңа плюс-минус қосылғаннан кейін барып анаңыз пайда болып отыр ғой. Яғни сіздің нағашы әже аталарыңыз бар. Енді ол әже аталарыңыздың өз әке шешесі бар. Атаңыздың өз әке шешесі бар. Сіздің әжеңіздің өз әке шешесі, прапрадедушка, прапрабабушка кете береді, көрдіңіздер ме? Осылай кете береді. Қараңыздар, қандай ата тек. 124 мың ата текке дейін сіздің ДНК-ңызда бар. 124 мың. 124 мың ата текке дейін сіздің қаныңызда тұр, осылардың ДНК-сы. Яғни бұлардың ДНК-сы сіздің қаныңызда тұр деген сөз, сіздің бұл кісілердің программалары сіздің бойыңызда бар. Сізде жаңа көрсеттім ба мен клеткаңызды? Бір түйір клетка қандай екенін көрсеттім ғой? Сондайдың 300 триллион клеткасы тұр. Ол бөлінеді, ашылады, жабылады, ашылады, жабылады, бөлінеді, ашылады, жабылады, бөлінеді.
міне қазір көрсетемін клетканың өзі. Міне үлгердіңіз бе, көріп үлгердіңіз бе әйтеуір. Ол жаңағы клетканың өзінде асқазан бар, отдельно бір клетканың өзінде отдельно бір асқазан бар, отдельно өзінің жаман дүниені шығарып тастайтын бір органы бар. Міне мынау клетка, міне қазір мынау кішірейеді кішкене, міне екіге бөлінді, көрдіңіз бе? Мынау ДНК-дағы жұмыс осылай күнде болып жатыр. Енді қараңыз, сізде осылай клетка. Мынау бір клетка сіздің бір атаңыз, не бір әжеңіз. Енді ойлай беріңіз, қаншама клетка, ана клеткадан қаншама жұмыс сіздің қаныңызда бар. Сіз аспаннан салбырап түскен жоқсыз. Енді сіз айтуыңыз мүмкін. Рахмет. Сіз айтуыңыз мүмкін. Мен әжемнің қолында өстім, әкем жоқ, анам жоқ деп айтуыңыз мүмкін. Болмаса сіз айтуыңыз мүмкін. Мен детдомда өскен, мен әкем тастап кетті, шешем тастап кетті деп айтуыңыз мүмкін. Разница жоқ. Сіз самый главный анадан, әкеден екеуінің қосылғанына туылдыңыз, болды. Сіз айтуыңыз мүмкін, мен әкем де анам да дүниеде жоқ, олар қайтыс болды деуіңіз мүмкін. Мен қазір қайтыс болған кісілерді де, тірі кісілер үшін де айтып отырмын. Маңызды емес. Енді қараңыздар. Әлемде мынандай дүние бар. Әлемде мынандай дүние бар. Адамдармыз. Тірі адам тіршілігін істейді деп айтады ғой жаңа. Қазақ айтады ғой, тірі адам тіршілігін істейді. Біз тірі адамбыз. Жүрекше басып отырыңыздар қыздар, иә? Жарайды, кете берейікші. Ана бір суретін білесіздер ғой. Біз тірі адамбыз, жер бетінде біз тірі адамбыз. Тура осының копиясы мына жақта тұрады, тура осының жердің копиясы. Ментальды копиясы тұрады. Ментальды деген сөз көзбен ұстай алмайсың, қолмен ұстай алмайсың, олар рухтар әлемі. Рухтар әлемі тұрады. Мына жер бетіндегі физикалық денедегі адамдар өмір сүретін жер тура осының копиясы ментальды әлемде тұрады. Многомерный деген сөз естіпедіңіздер? Көп өлшемді әлем дегенді естідіңіздер ме? Жалпы білім алып жүрген адамдар бар ма? Рухани білім алып жүрген кісілер. Многомерный деген әлем естіп жүрген болсаңыздар, ментальды әлемде ол кісілер параллельно бізбен бірге тұрады. Бізбен бірге параллельно. Мына жерде рухыңыз, мына 124 мың атаңыз, сіз біздің мына жерде бір баламыз оянып жатыр дейді. Қалай оянып жатыр? Ол күнде ізденіп жатыр, кітап оқып жатыр, ол ұстаздар тыңдап жатыр, түсініп жатыр, квантовый скачок санасында болып жатыр, бойындағы негативтерін позитивке ауыстырып жатыр, көп дүниені түсінді деп, мыналар не істейді? Кім айтады, мыналар не істейді? Өзің ұрпағын көрген кезде, ұрпағын көріп тұр ғой, не істейді? Кім айтады? Тапқан адамға 5. Болыңызшы тез-тез. Не істейді? Олар. Дұрыс айтасыз. 5 сізге. Қуанады. Олар қуанады. Ата тектер біздің тамырымыз ғой. Неге көрінбей қалған? Олар қуанады. Мына ата тектер көзге көрінбейді, но есть бар олар. Біз бірақ мына многомерный әлем. Мына жерде біз өмір сүріп жатырмыз физикалық денеде. Олар параллельно мына жерде тағы да бір жердің несі тұр. Тағы да бір жердің сурет тұр. Екінші сурет бар болған таппай жатырмын ғой. Тағы да жер. Тағы да тура сол жерде әлемде олар не істейді? Қуанады.
тура осы жерде олар қуанады. Енді қараңыздар, мына жерде негативте өмір сүрген адам бар ғой, негативте өмір сүрген адам. Мына ата тегі ұрпақтары, олар да оған ренжиді, олар да төменгі энергияда болады. Өйткені оның ұрпағы, мына жердегі ұрпағы, мына жерде мысалы, мына кісі, мысалы айтайық, бұл Иван деп айтайықшы, қазақтың атын кіретпей ақ қояйық. Бір Иван сондай жаман жолмен жүреді, негатившік, жан-жағын бәрін жайпап жүреді. Кеше сананың 8 уровень айттым ғой, соның бірінші, екінші уровеньдегі адам мынау. Сөйткен кезде мына ата тектер не істейді? Мынаның барлығы ана жақта, олар да ана жақта да өмір сүреді ғой, олар да төменде өмір сүреді. Өйткені оның мына ұрпағы оянбай жатыр. Түсіндіңіздер ма? Квантовый скачок болып жатыр ма санада? Егер де мынау Жадыра деген қыз, болмаса Мұхтар деген бала, Берікбол деген жігіт оянды, күнде бір нәрсе түсінеді, оқиды, ізденеді, әйтеуір жаңа адамда дене бар, рух бар, жан бар дедік қой. Рухының азығын беріп қояды, әйтеуір арасында қол тигенде күнде жарты сағат болса да подкасттар тыңдайды деген секілді. Бір нәрсе түсініп қалады, иә, жақсы жаққа өмірін өзгертіп жатыр. Мына ата тектерің де сендердің жоғары қарай көтеріледі. Доғыл шапалақ. Ұрамыз ба, ұрмаймыз ба? Сіздердің ата тектеріңіз қаншалықты жоғары көтерген сайын, ол кімге байланысты? Олардың көтеріліп көтерілмеуі кімге байланысты? Сендерге байланысты. Жанар, молодец. Өзіңе байланысты. Сенің жаның көтерілгені, түсінгенің балаңа, күйеуіңе, болмаса тағы біреуге қатысы жоқ. Тікелей өзіңе байланысты. Сен өзгердің ба? Сенің параллельді әлемде сенің ата тегіңді өзгереді. Мыналар риза болғанда сен не істейсің? 124 мың ата тегің риза болғанда сен не істейсің? Сен не істейсің? Бай боласың. Өлі разы болмай, тірі байымайды. Малика, бірінші ханым дұрыс айтты, атын оқи алмай қалдым. Яғни өлі разы болмай, тірі байымайды. Байлық деген не? Рухани байлық, құндылық байлығы, ихсан, шариғи байлық, білім, иә, қарым-қатынас, денсаулық, рухани байлық, саналылық, дұрыс қарым-қатынас, квантовый скачок санадағы адам осылай байиды, яғни өседі деген сөз. Жол ашылады. Тікелей кімге байланысты? Сонда мына өлі кісілердің жоқ болса да олардың өсуі кімге байланысты болып тұр? Саған байланысты. Олар мына жерде тұрады да, мысалы, мына жерде ата тектерін тұрады да, ура, Жадыра оқып жатыр, Жадыра өзін ізденіп жатыр, Жадыра оянып жатыр, ура, давайте, жандары жәннатқа қарай кете береді. Сен қай деңгейдесің? Сана деңгейінің 8 деңгейін кеше айттым ғой мен. Бірінші деңгейі бар, екінші деңгейі бар, үшінші, төртінші деңгейі бар. Кеше айттым ғой, сананың біз неше деңгейі бар? Сананың 8 деңгейі бар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, 5, 6, 7, 8. Сен қаншалықты сана деңгейіңді өсірген сайын, ата тегіңде ана жақта соншалықты рухтар көтеріле береді. Сенің санаң 8-ші уровеньге келген кезде қуана бер. Сенің ата тегіңде әулие деңгейіндегі сана реинкарнацияға, ең жоғары реинкарнацияға көтерілді. Енді саған айтады, ата-анаңды қабылда дейді. Қазіргі физикалық деңгейде, мынау физикалық әлем, біздің өмір сүріп жатқан әлем, психологтар айтады, ата-анаңды қабылда дейді. Сен айтсаң, басқа біреулер айтады. Кімсің сен ата-ананы қабылдайтын? Ол ата-ананы есть ата-ана. Ата-ана есть ата-ана.
сен қабылдау міндеттісің, короче, ол ақтау деген нәрсе жоқ, ақтамайсың деп айтады саған. Ол кісілер просто білмей жатыр. Сен ата анаңды қабылда деп тұрған жоқ. Түсіндіретін адамдар дұрыстап түсіндіре алмай жатыр. Сен ата анаңды қабылда деп тұрған жоқ. Ата анаңның артында тұрған ата тегіңді қабылда деп тұр. Егер де мына жадыра деген кісі ата анасымен дұрыс емес қарым қатынаста болса, ол мүмкін тірі, мүмкін қайтыс болды. Маңызды. Егер ол не қылмаса, жаңағы мысалы қайтыс болды, мысалы бірінші қайтыс болғанда да айтайық. Бірінші мысалы сіздің ата анаңыз қайтыс болды делік. Не біреу не екеу. Бірақ тірі кезінде сіз қазір ойлап жүрсіз. Тірі кезінде мынаны айтпадым, тірі кезінде мен бере алмадым, тірі кезінде мен істей алмадым, тірі кезінде апара алмадым, тірі кезінде кешіре алмадым деп айта бересіз. Сіз қандай уровеньге түсіп жатырсыз сананың? Төменгі деңгейіне. Өйткені бұларда жай таппайды. Пока олай сіз қиналған сайын бұлар да қиналады. Өйткені айттым ғой, ана жақтан 70%, әке жақтан 70%, ана жақтан 10%, 30% ДНК сізде тұр. Олар қаншалықты қиналған сайын сен қаншалықты қиналған сайын олар да қиналады. Сол үшін жоқ қиналмасын десең, олай өкінбе, айтпа. Просто өкінбеймін, как есть. Қазір мен айтамын, ол техниканы есіме түсіріңіздер, мен айтамын не істеу керек. Егер де сізге не керек? Қайтыс болса, егер тек қана мен сіздерге ризамын, Құранды бағыштаймын, болды, басқа ешнәрсе керек емес. Болды, мына кісілерге ризамын деп жаңағы қайтыс болған жеріне барып, басына барып тұрсаңыз, риза болады, болды. Және қайтыс болған жерде алып ескертіп қойын, кім моланың жанына барса, бірінші сыртында тұрып, общий Құран оқытсын, общий. Өйткені олар қызғанады бір-бірінен, пәленшенің баласы келіпті ғой, біздің баламыз қашан келеді деп дәметіп жатады. Сол үшін общий бір оқытасыңдар, кірмей тұрып, сосын барып ата-анаңды тауып аласыңдар, ата-ананың және ата-ананың жанындағы көршілерге оқытасың. Көрші жатқан тірі адамнан қорықпаңдар, өлі адамнан қорықпаңдар. Олар как есть бар, олар как есть өмір сүріп жатыр параллельді әлемде, бізбен бірге. Мынау параллельді әлемде бізбен бірге өмір сүріп жатыр. Біз мына әлемдеміз. Олар мына әлемде өмір сүріп жатыр. Олар бар. Ойламаңдар, оның көзі жоқ па, өзі жоқ болды деп. Ол төбеңе қарап тұр. Енді қараңыздар, тірі адамдарға келейік. Егер әкеңіз, анаңыз тірі ма, егер де сіз ол кісіге ренжіп жүрсеңіз қазір, болмаса жаңа қайтыс болған кісілерде бейсаналы мыналар бүйтіп ренжиді. Неге сен ерте қайтыс болдың? Неге ерте тастап кеттің? Болмаса неге мені кезінде әжеме тастап кеттің? Неге сен мені әжеме бақтырып қойдың деген секілді бейсаналы реніштер, өкпелер бар. Соны босату керек. Қалай босатамын десең, терапияға келіңдер. Маған жазыңыздар терапияға. Енді тірі адамдарға келейік. Тірі адамдар не істейді? Егер әкеңіз, анаңыз тірі болса, егер мынау тірі бола тұра мамаға кішкентай кезінде өкпесі болсын, болмаса оқытпадың, болмаса тағы қандай бауырларың көзінше мен сен түсіре бересің, келіндердің көзінше мен сөйлей бересің деген секілді сондай бір өкпе реніштер болса, ол өзінің анасына ренжіп тұрған жоқ, ол өзінің әкесіне ренжіп тұрған жоқ, ол өзінің ата тегіне ренжіп тұр. Сол үшін айтып жатыр психологтар, ақта кешірім сұрау деген сол ғой. Сен мына ата-анаңды не қыл, жаңағы өкпелеме, ренжіме, ақтап ал, кешір, просто сен кешірім сұра мына кісіден. Солай ренжігенім үшін кешіріңдерші, ренжігенім үшін кешірші, саған кінә артқаным үшін кешірші, сені кінәлағаным үшін кешірші, мен білместік болды менде білместік болды десең, көрініп отыр ма өзі, менде білместік болды, кешіріңізші, мен артық сөйлеп қойсам, сізге дұрыс емес қарым-қатынас жасаған болсам, кешіріңізші, кешір мені кешір дегенде мыналардың бәрі фук. Неге цветной? Ешкім сұраған жоқ. Апай, аналар неге рухтар әртүрлі цветте? Төбеге қарағанда радуганы көресіңдер ма? Кемпір қосақты, сол кемпір қосақтың рух, яғни отражениесі, рухтардың отражениесі. Кемпір қосақтың отражениесі нормально не алу керек еді?
Стойка. Стойк ма немене? Ата тектің отражениесі жерге отражение болады өскен. Сол сен енді қара. Егер сен өспесең, дамымасаң, оянбасаң, қазақ бір жақты болады ғой, сол үшін ғой айтқан, оян қазақ деп. Оянбасаң, мыналар қап-қара болып тұрады. Молодец. Bir адам ойланып. Мыналар сен оянбасаң, мыналар қап-қара болып тұрады да, қара түнекте жүреді. Сен оянсаң, дәрежесіне сай, как радуга, как жәннатта өмір сүреді. Жандары жайлы болады. Рахат өмір сүреді. От тебя зависит. 124 мың адамның тағдыры сенің қолыңда тұр ғой. Неужели саған не жалко? Ой, папа, мама, менен кейінгі ата тек ұрпақ, давай, пожалуйста, мен сендер үшін. Я за вас. Мен білім алам, алға ұмтылам, давай. Сендер маған энергия беріп тұрады болсаңдар, пожалуйста. Не шартсыз да, шарт қоймаймыз. Енді қараңдар, саған чем выгодно? Мен қайтыс болған жаңа айттық қыздар. Саған чем выгодно? Саған выгодно мыналар оянғанда энергия келеді де, бүткіл энергия анаңнан өтеді, әкеңнен өтеді, мурашки боласың, бүйтеді де, саған қарай фук етіп жанасың ғой сен. Кімде мурашки болды? Кімде осы сөзді естігенде мурашки болды? Міне ата тек оянғанда бәрі жанады да, фук жанады да, анаңнан, әкеңнен келеді де, тамырдан саған келеді де, фук ете алды. Міне. Аналар оянғанда, мыналар бәрі оянғанда, сенің шынар ағашың фук ете қалады. Сені шынар ағашы деп білесің ба? Мынау сенің тағдырыңның ағашы. Сенің астыңда, тамырың астында пәленбай ата тек жатыр. Сен бір жерде жапырақ болып жайқалып тұрсың. Бірақ сенің жайқалып өсуіңе не шіріп кетуіңе мыналарға тікелей байланысты. Хочешь, шіри бер. Дұрыс өспей ақ қой. Сенің көлеңкеңде ешкім сая бірламасын, ешкім сені көлеңкеңде саяламасын. Суармай өзіңді, солған ағаш болып сүмірей өсе бер, пожалуйста. Это твой выбор. А хочешь, жанып, жайқалып, жап-жасыл болып, сенің мына ағаштың жанында демалайыншы, мына ағаштың жанында болайыншы деген сондай өмір сүргің келсе, жайқалайын, жанайын деген. Пожалуйста, мына ата тегіңді просто так оят. Өзің оянса, мыналар автоматом оянады. Енді кеттік. Қалай оянамыз? Сұрақ бар ма? Қалай оянамыз деген? Дайындалып отырмыз. Сұрақ бар ма? Қалай оянамыз деген? Терең дем алыңдар. Дем жағыңдар. Молдас құрып отырмыз. Молдас деген қазақ ата бабаларымыз молдас құрып отыратын, не? Молдас деген білесіздер ме? Молдас деген крестик аяғын бүйтіп отырады ғой, бүйтіп аяғын бүйтеді де бүйтіп отырады ғой. Қазір ешкім отырмайды, бәрі стол үстіне отырып алған. Не үшін молдас құрамыз, соны айтып сұраңдаршы менен. Не үшін молдас құрамыз? Молдас құрып отыру керек, өйткені көпчік ашылу керек. Көпчік деген не? Қазақша не дейді көпчікті? Құйымшақ па? Құйымшақ ашылу керек. Құйымшақ ашылғанда омыртқадан прямой энергия кетеді. Баяғыда ата бабамыз неге жерде отырған? Молдас құрып. Еркегі де, әйелі де, білесіздер ма? Я, әйелдер де отыратын. Әйелдердің етектері кең ғой. Аналарымыз, жаңағы бәйбішелер, аналарымыз, би аналарымыз, абыз аналарымыз көйлектері кең ғой, отыра қалатын бүйтіп. Жүн түтіп, болмаса шайын қойып, бүйтіп отыра қалатын. Неге жерде отыра қалатын?
адамның мынандай көпчігі бар емес па, омыртқаның мына тура құйымшақта бүйтіп тұрған сол көпчік ашылады. Сол көпчік ашылған кезде омыртқадан прямой энергия кетеді. Омыртқадан прямой энергия келгенде сенің бүткіл чакраларың ашылады да, мына еңбектен шығады да аспанға прямой энергия кетеді. Сен прямой космостан энергия аласың. Кеше космоэнергетика туралы не айтасыз деп жүрген қыздар. Қазір не болды? Көпчікті жапсырып тастадыңдар да, машинада көпчік жапсырып тастайсыңдар. Отыра қаласың, үйде диван, офиске барасыңдар, үйде кухняда стол, ешкім қазір жерде жатпайды. Ана жапондар не үшін жерде жатады білесіздер ме? Жапон халқы не үшін жерде отырып жұмыс жасайды білесіздер ме? Документальный фильм көресіздер ме сіздер? Жапон халқы мына не істесе де жаңағы сәбіз бірдеңе ашитын болса, жапон халқының өмірін қараңыздаршы. Не үшін жерде отырып бәрі жатады, бәрі көп мындай не лотос дейді ғой, құйымшақ екі бұтын былай бүйтеді де былай отырып алады. Сол үшін барады ғой йогаға. Түсініп алдым, міне скачок болып жатыр Назгүлде. Квантовый скачок болып жатыр Назгүлде. Молодец. Добрался. Сол үшін құйымшақты ашу үшін сондай состояние отырыңыздар. Давайте кеттік. Менің деген рухымның күші көбейіп кетіп, бетім жанайын деп тұр. Тез білу керек. Жанып кетіп тұрғанда. Лотос құйымшақты ашып отырамыз, молдас құрып отырамыз. Сөйтеміз де, мына екі алақанды аспанға қаратып қойыңыздар. Мына алақанда не кнопка бар, не бар? Точка бар. Екі алақанды аспанға қаратып қойыңыздар. Тізеңе қоясың ба, білмеймін, астыңа қоясың ба, жамбасыңа қоясың ба, иығыңа қоясың ба, қайда қойсаң ойға қой, мына алақанды ашып отыршы. Терең дем ал, дем шығар, тез бол. Терең дем ал, дем шығар, 5 рет. Дем алған кезде ішің омыртқаға жабысып қалсын. Көкірегің омыртқаға жабысып қалсын. Демді ұстап тұрыңдар, сосын барып жіберіңдер, сразу емес. Бес рет. Көз жұмыңдар. Енді қайталаңдар. Көз алдарыңа оң жақтан ана әкең тұр, артыңда, жаныңда емес. Иерархия бойынша сен алдында тұрасың. Олар артта қалады. Оң жағында, артыңда әкең. Қайтыс болса да істеңіздер. Кім қайтыс болды десе, қайтыс болса да істеңіздер. Сіз ол физикалық денесі қайтыс болды, рухы тірі олар. Сол жағыңызда анаңыз артында тұр. Кім жанында тұр, алға қарай шаг жасаңыздар. Әркім өз орнында тұрсын. Сөйтіңіздер де мына сөзді қайталаңыздар. Және олардың артында өз әке-шешелері көп, 24-ні көрсеттім ғой, сол кісілердің бәрін тұрғызыңыздар. Көріп алдыңыздар ма, мына жаңадан кіріп жатқан кісілер? Көре алмай қалдыңыздар ма? Енді қайталаңыздар. Мен пәленше, өзіңіздің атыңызды және фамилияңызды айтыңыз. Міне былай елестетесіз. Көре алмаған кісі. Мынау сіз тұрсыз. Ата-анаңыз тұр. Оның артында бүткіл ата тек тұр. Өзіңіздің атыңызды, әкеңіздің атын айтыңыз. Мен пәленше қызы ата-бабамның рухына бас иемін. Ата тегімді қабылдаймын. Және құрметтеймін. Текті болу маған аманат. Мен сол аманатты қабылдаймын. Ата-бабамның жолы маған күш береді. Өткенімді қабылдаймын. Болашағыма жол ашамын. Ата-бабама мың алғыс.
тегіме ризамын, аманатқа адалмын. Ата бабамның батасына ризамын. Олар сіздерге қазір бата берді. Ата бабамның батасына ризамын. Рухыма рахмет. Жолыма жарық берсін. Тегіме тағзым. Маған дейін жасаған жақсылықтарына рахмет. Терең дем алыңыз, дем шығарыңыз, ақырындап көзіңізді ашыңыз. Кімде қандай сезім, қандай состояние, кімді тербетіп жіберді, кімді денесінде вибрация болды, кімге мурашки болды. Білмеймін, әртүрлі сезім болады. Нақты емес, әркімде әртүрлі болады. Кімде қандай? Мурашки болды, жүрегім қысылып кетті дейді. Тамаша, жүрді сіздерде. Бәріңізде жүреді негізі ол. Айтсаңыз болды, бәріңізде жүреді. Кейде белгі береді, кейде белгі бермейді. Есінедім дейді. Тамаша.